Құрметті әріптестер, білім алушылар, баршаңызды келе жатқан Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Наурыз бірліктің, татулықтың, еңбектің, ізгіліктің, бақыттың мерекесі ретінде тойланған. Сондықтан болар қазақ халқы Наурыз мерекесін айрықша бағалап, оны жыл сайын тойлап отыруды салт дәстүрге айналдырған. Бұл мерекеде игі істер жасау, жарқын болашаққа жоспар құру әдетке айналған. Елімізге, өмірімізге жасампаздық пен дамудың жаңа серпінін әкеледі. Сондықтан біз Наурызды асыға күтеміз және көктемнің алғашқы күндерінен бастап оған дайындаламыз. Ұлыстың ұлы күні баршамызға жаңа жетістіктер мен қуаныш, әр отбасына жылулық пен молшылық, ортақ отанымыз Қазақстанға жақсылық пен бейбітшілік әкелсін. Еліміз тыныш, берекелі болсын. Біз біртұтас халықпыз және еліміздің өркендету жолында жұмыла жұмыс істеуге дайынбыз. Баршаңызға денсаулық, амандық, еңбек пен оқуда үлкен табыстар тілеймін. Уважаемые коллеги, уважаемые обучающиеся, от всей души поздравляю вас с наступающим праздником Наурыз. Наурыз испокон веков отмечался как праздник единства, мира, труда, добра, счастья. Это и праздник пробуждения природы, ее обновления. Поэтому казахстанцы высоко ценят Наурыз и с каждым годом отмечают его более широко и активно. В этот праздник принято делать добрые дела, строить планы на светлое будущее. Наурыз приносит в нашу жизнь новый импульс созидания и развития. Наверное, именно поэтому мы с нетерпением ждем Наурыз и готовимся к нему с самых первых дней весны. Пусть Наурыз принесет всем новых достижений и радости, тепла и достатка в каждую семью, добро и мир в наш общий дом Казахстан. Пусть наша страна будет спокойной, благополучной. Мы единый народ, и мы готовы работать вместе во имя процветания нашей Родины. Желаю всем здоровья, благополучия, больших успехов в труде и в учебе. Ұлыстың ұлы күні елімізге, жерімізге құт береке әкелсін. Ұлыс он болып, әрбір күніміз Наурыз күніндей шуақты болсын. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Қара шаңырағымыздың абыройы арта берсін.